Екі ғасырға жуық патшалық Ресей империясының отары болған қазақ елі 1917 жылдан бастап Қызыл империяның бодандығына түсті. Қарама қайшылығы мол бұл кезең онсыз да тарихи тағдыр тауқыметін аз тартпаған қазаққа тіпті де ауыр қайғы қасіреттер әкелді. Кеңестік Қызыл империя дәуірінде қазақ елі қырғынды азамат соғысын, 3 рет болған ашаршылық нәубетін және 3 дүркін болған сталиндік қанды қырғын жазалаулар қасіретін басынан өткерді. Әсіресе күштеп ұжымдастыру мен тәркілеу кезіндегі Голощекиндік ашаршылық қазақ халқына аса зор қайғы қасіреттер әкелді. Бұрын соңды көз көріп, құлақ естімеген бұл нәубеттен қазақ елінің тең жартысы қырылды. Ал сталиндік қуғын сүргінде 101 мыңнан астам қазақстандық еліміздегі Карлак, Алжир, Актюблак, Жезқазғанлак, Степлак сияқты сталиндік тамұқ түрмелерде тозақ азабын шексе, ал 27 мыңнан астам қазақстандық халық жауы атанып атылды. Қаншама қасірет пен азапты басынан өткерсе де, қазақ елі отанға деген адалдығы мен сүйіспеншілігін еш уақытта да жоғалта көрмеді. Кешегі сұрапыл ұлы отан соғысында қазақстандықтар жауды жеңуге майданда да, тылда да өлшеусіз үлкен үлес қосты. Теңдессіз ерліктер көрсетті. 500-ден аса қазақстандық кеңес одағының батыры атағын алды. Отан үшін от кешіп, жанын пида еткен аталарымыз бен аналарымыздың өшпес ерлігін біз мәңгі бақи есте сақтаймыз. Қазақ халқының тәуелсіздік жолындағы ұлт азаттық күрестерінің заңды жалғасы әрі соңғысы 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі болып табылады. Желтоқсан көтерілісі кеңестік тоталитарлық жүйенің көбесін сөгіп, ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігімізді алуымызға тікелей жол ашқан тарихи маңызы зор оқиға болып табылады. Желтоқсанда қазақ жастары балғын қазақ демократиясы тоталитаризмнің дүлей қара күшіне қаймықпай қарсы шықты. Тоталитарлық жүйе жастарды қызыл қанға бөктіріп аяусыз жазалады. Жүздеген қазақ жастары сотталды. Мыңдаған жастар оқудан, қызметтен қуылды. Бірнешеуі қыршынынан қиылды. Оның ішінде халық жүрегінде мәңгі сақталатын қазақтың батыр ұлы Қайрат Рысқұлбеков те бар болатын.